Сәлем, достар, менің каналыма қош келдіңдер. Жаңадан қосылып отқан көрермен болса, подписаться жасауды ұмытпайық. Ал бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз мен қалай ұбт-ға дайындалып жатырмын. Бұл көбісінің ойын қозғайтын және де ойлайтын бірден бір себеп 11 сыныпқа келгенде ұбт. Ең бірінші себеп. Ал мен енді өзіме келетін болсам, мен сіздерге айта кеткендей, звурды шығарған кезде YouTube каналына шығарған болатынмын. Егер көрмесеңіздер, астына ссылкасын қалдырып кетемін, содан көрулеріңізге рұқсат. Мен 11 сыныппын деп айтқан болатынмын сол кезде. Сол себепті мен қалай ұбт-ға дайындалып жатырмын. Менің біріншіден таңдап отқан пәнім адам, құқық, қоғам және де дүниежүзі тарих. Дүниежүзі тарих негізі ең қиын пән. Егер осы екі пәнді сіздер таңдап отсаңыздар, мен сіздерге бір жақсы нәрсе айтайын. Бұл юридическийге түсетін болсаңыздар, егер юридическийге түсетін болсаңыздар, көбісі армандайтын ең жоғарғы универ, ұбт-да жоғары балл тілейді. Менің таңдап отырғаным қай универ деп ойлап отырсаңыздар, менің таңдап отқан универім Алматы қаласында юридический өте қатты дамыған Әл-Фараби университеті және басқа тілде айтқанда Казгу. Бұл жерде 29 грант бар екен, юридический бөлінген. Және ол грантқа жету үшін сізде ұбт-дан алған балыңыз 129 балл болу керек екен. Егер ұбт-ға дейін бір ай немесе 2 ай бұрын өзгеріп кетпесе, негізі солай. Енді мен қалай дайындалып жатырмын, қайттан келейік. Мен көп кітап алдым. Сіздерге де керек болып қалатын шығар деген үмітпен сіздерге осы видеоны түсіріп отырмын. Менің бірінші адам қоғамнан дайындалдым. Одан тесттер шығардым. Мінекей. Андай тесттер. Бұл жерде 100 нұсқа емес, 100 сұрақ бар. 100 сұрақтың ішінде, мысалға, дұрыс емес жауапты көрсетіңіздер. Адам мен азаматтардың жеке құқығына жататындар деп жазылған. Шерулермен қатысу құқығы. Мысалға, осы тесттердің бәрін біз жаттаймыз. Осы тесттерді біз жаттаймыз. Мен адам қоғамынан өзім интернеттен қарап шығарған болатын, өзіме керек. Несе, бізге келетін сұрақтар. Сұрақтар осы тест жұмысынан қайталанып келеді. Бірақ қазіргі кезде ұбт 100% өзгерді деген мәлімет шықты. Бұл 100% өзгерді деген. Бұл жерде тестті жаттаудың ешқандай себебі бұған келетін болсақ. Тест, мысалға, бұл тесттер оның алдыңғы жылы сондай тесттер, ал бізге керегі тек қана жаңа форматтар. Біз кітап оқуымыз керек. Кітапты үтір нүктесіне жаттау керек. Біз ал кітапты, мысалға, мен дүниежүзі тарихым 6 сыныптан бастап кітап болса, 6, 7, 8, 9, 10, еще так, 11 бар. Ал Қазақстан тарих 5 сыныптан бастап. Бұл енді, мысалға, нерде 6 кітап бар, ал Қазақстан тарихта 7 кітап бар. Бұл енді Қазақстан тарихтың пәні ғой. Ал адам қоғамнан енді 3 кітап бар, 9, 10, 11. Бұларды енді оқу қиынға соғады. Бізге уақыт аз, 1 жыл деген өте уақыт аз, өтеді де кетеді. Сол себепті, математика сауаттылық, мен бұны 10 сыныпта алған болатынмын. Бұл достықтан алдым. Жаңа формат деп келді. Бұл өте ыңғайлы екен, маған қатты ұнаған болатын, сол себепті бұны сатып алдым. Бұның бағасы қателеспесем 2000 немесе 3000 болу керек. Және де, ішінде қалай ыңғайлы деп ойласаңыздар,
қазір мінекей сандар, мысалы сандар тізбегі сандар мен фигураға байланысты деп жазылып тұр бұл жерде. Сіздерге енді мінекей былай көрсетейін, теріс қарап тұрады екен сіздерде. Бұл тақырыбы енді. Бұл жерде қалай аңғаралы? Мінекей бірінші басында мысалға төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз деп жазылып қойған. Және де оның шығару жолымен жазылған. Мінекей. Маған осы шығару жағына дейін ұнады. Және де оған сол 5 есеп береді. Шығарылған есеп. Және де тест беріледі. 10 тест беріледі. Және де есептер беріледі. Одан да тоже 10. Бұл есептерді шығару барысында сенің басында 5 мысал түсіндіргені бойынша сен түсініп аласың. Және де бір тақырыпты қамтисың. Маған өте ұнаған математика сауаттылық эдикон басылымдары деп жазылып тұр. Түсіндірмелер, шешімдер, жаттығулар деп жазылып тұр. Мінекей, достық, мысы, математика сауаттылық. Және де бұның басқа түрлері бар. Оқу сауаттылығы, тест жинағы. Мінекей, осындай түрлері бар. Менің екінші кітабым дүниежүзі тарих. Бұл дүниежүзі тарих енді айта алмаймын. 6 сыныптан 11 сыныпқа дейін мысалға 6 кітап деп айттым. 6 кітапты оқу маған өте тиімсіз болды. Және де көп уақыт алатын болғандықтан мен осындай кітап алдым. Шын кітап. Бұл шын кітапта тура кітаптағыдай екен. Мен салыстырып көрдім. Бірінші басында бұяқта дүниежүзі тарих қанша кезеңнен бөлінеді, қанша саладан бөлінеді. Кіріспеде солай жазылған. Және антропология, этнография, археология деген сияқты. Бұл Қазақстан тарих. Қазақстан тарихтың жаңадан форматталған шын кітабы өте қатты ұнады маған. Айырмашылығы бізде жаңа формат болғаннан кейін бұда айырмашылық болу керек. Сол себепті менің ұнағаны бұл кітаптың ұнағаны Қазақстан тарих пәні бойынша ұбт-ға дайындықты тиімді әдіс тәсілдері. 2-3 беттен жазылған. Мен 50-10 кестені пайдаланамын. 50-10 дегенді түсінбей отырған шығарсыздар. Бұл 50-10 дегеніміз 50 минут сабақ оқу, 10 минут басыңды тынықтыру. 10 минутта басыңды тынықтырамын деп, бірақ құрбылармен 1 сағат, 2 сағат сөйлесуіне ешқандай қажеті жоқ. 10 минут па, 10 минут қана отыру керек. 10 минутта не істеуім керек, не істей аламын деген сұрақ пайда болады. Бұл сұраққа жауап кететін болса, 10 минуттың ішінде тамақ ішуге ғана, және де 10 минут жатуың керексің. 10 минутта мысалға жатпай қойға да болады, өйткені көбісі жатқан кезде басты тынықтырамын деп ұйықтап қалуы мүмкін. Ал егер ұйықтасаң 2 сағат ұйықтап қаласың. Сол себепті болмайды. Көбісіміздің қолымызда жүретін Жұбанышев, Қазақстан тарих, дүниежүзі тарих. Мен бұны 10 сыныпта алған болатым, 2017-2018 деп жазылып тұр. Қазіргісі білмеймін, 2018 не 2019 деп шығуы мүмкін. Бірақ 2019 жылдан кейін шығуы мүмкін. Енді бұл айта кеткендей сіздерге бұл ұбт-ны қалай дайындалу керек, және де мен қалай дайындалып жатырмын, сол туралы мен сіздерге бөліскім. Ұнаса лайк басайық, және де подписываться ұмытпайық. Менің инстаграмыма тіркеліп кетіңіздер, жұлдызка02. Сіздермен тағы да неше түрлі қызықты видеолар күтіңіздер. Және де қош сау болыңыздар.